Бала күніңізден жақсы көретін осы вафли рецептісін дәл менікіндей қылып, менің рецептіммен жасасаңыздар, вафлилеріңіз қытырлап, дәмді, керемет болып шығады. Сіздермен бірге мен Жаңылсын, арнама қош келдіңіздер. Вафли жасау үшін бізге ең бірінші 6 жұмыртқа, 200 грамм шекер, 200 грамм май ертілген және 250 грамм ұн керек. Ұн міндетті түрде електен өткізулі болу керек. Мына жерде мен ұнды түсіруге ұмытып кетіппін. Ең бірінші 6 жұмыртқаны осылай жарып аламыз. Содан кейін шекерімізді қосып, миксердің көмегімен шекер ерігенше араластырамыз. Енді келесі бізде ертілген сары майымызды салып, тағы да миксермен бір мәрте араластырып шығамыз. Содан кейін ұнымызды екі бөліп салып араластырамыз миксермен. Мінекей мына жерде көріп тұрғаныңыздай екіге бөліп ұнды араластырып алдым миксермен. Мінекей массамыз дайын, дәл осылай шығуы керек. Массаны дайындағанша вафельницамызды алдын ала қыздырып дайындап қоямыз. Қызғаннан кейін осылай екі жағына сұйық майды жағып шығамыз. Басында жағамыз, содан кейін жақпауға да болады. Үлкен қасықпен бір қасық толтырып саламыз. Содан кейін 20-25 секундтай ұстаймыз. Вафельницаның өзінің орайтыны бар. Соны тез-тез алып, ысы күйінде орап тастаймыз. Егер де 2 секунд кешігіп қалсаңыздар, вафлиларыңыз қатып кетеді. Әрі қарата қалғандарында дәл осылай жасай бересіздер. Менің видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Видеоңыздың жарасын. Менің арнама тіркеліп лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.